7 мамыр Қазақстан Республикасының отан қорғаушылары күні. Бұл тәуелсіз еліміздің қорғаныс қабілеті бар екенін дәлелдейтін бірден-бір мереке. Ендеше тәуелсіз еліміздің отын сөндірмей, қорғаныс жүйемізді бекем ұстап отырған Қазақстан азаматтарын төл мерекесімен құттықтаймыз. Және біз Нартыбы телеарнасы Әл-Фараби алаңында болып, керемет мерекелік кешті сіздермен бірге өткізетін боламыз. Арнадан ауыспаңыздар. Әлемсіге салтымыз бар, бейбітшілік ел орана. Өмір сүрген халқымыз бар, бейбіт елдің біз олана. Халықтар өмірді қорғайды, әділет оранын қолдайды. Шырқатар ел достар әлемде, бейбіт күн жасасын әлемде. Келген атамыздан бір сұхбат алсақ. Саламатсыз ба ата, қалыңыз қалай? Мереке құтты болсын. Отбасыңыз аман болсын. Мен өзім Қарағанды облысынан келген. Сол жыл Нұрлы Ғаскер. Елім осында пенсия шығып осында келді. Жағдай жаман емес. Балам да офицер. Мереке құтты болсын айтады. Ел тыныш болсын. Секілдің бәрі елді қорғаны офицер болсын балалар. Жастарға айтарыңыз бар ма, жастарға? Жастарға айтарым, елін жерін қорғасын, жақсы азамат болсын. Ер азаматқа ең абырой нәрсе елін жерін қорғау. Ең атақ, ең абырой елін қорғау. Allah beni çok güzel olsun.
Amin, рахмет ата. Әлі де әскерден. Әлі де әскердесіз бе? Керемет. Отан қорғап жүрген азаматтарымыздың бірі екенсіз. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Қанша балапаныңыз бар? Бесеуі. Барлық әскерилерде отан қорғау күнін құттықтаймын. Құтты болсын. Мамыр отан қорғаушы күнімен құттықтаймын. Жарыстарыңыз ұзақ болсын. Алла тағалам сіздерге мәңгі өмір берсін, бақытты болыңыздар. Мейрамнан мейрамға жете беріңіздер. Құтты болсын. Соғыс болмасын.
ұнады ма, көңілден шықты ма? Ұнады, жақсы өте. Қазақстанның қарулы күштері жасай берсін. Бәрі жақсы, өте күшті концерт болды. Көңіл-күй, праздничный көңіл-күй болды. Рахмет Қазақстан қарулы күштеріне. Үсіп, мейрамдары құтты болсын. Әріптестерімді бүкіл Қазақстанның қарулы күштерін 30 жылдық төл мерекесімен құттықтаймын. Бәріне денсаулық, қажымас қайрат, бақытты болсын. Денсаулықтары мықты болсын. Бүгінгі мереке құтты болсын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Әрине бұл енді мерекелік концерт. Өте қуаныштымыз. Ең бастысы халқымыз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, соны тілекшіміз біз. Бүгінгі қойылым ұнады ма жалпы өзіңізге? Әрине, ол тыныштықтың белгісі ғой қойылым деген. Концерт, жаңағы балапандарымыз, кішкентайларымыз, халық көріп, ел көріп, бір қуанышты жағдай ғой. Қазақстан Республикасы мереке құтты болсын. Халқымызда ел қорғаны деген аталы сөз бар. Біздің жаужүрек ерлерімізді, отан қорғай білетін азаматтарымыздың игі істеріне сый құрмет көрсете білуіміз қажет. Халқымыздың азаматтары аман болсын, деніміз сау болсын, бірлігіміз мығым болсын. НАР-ТВ телеарнасы қосулы болсын. Шымкентте мерейлі мереке дәстүрлі түрде жоғары деңгейде тойланып жатыр. Осы ретте мәдениет үйінде ел тыныштығын күзетіп жүрген ер азаматтарымызға арнайы шара ұйымдастырылды. Шара барысында әскери ардагерлер, қызметкерлерге құрмет көрсетіліп, олар алғысқа бөленді. Біз қандай жағдайда да елімізді қорғауға дайынбыз, қазірдің өзінде де әрқашан дайын. Конечно, у нас, потому что мы каждый день занимаемся боевой подготовкой. Отан қорғауға және өзіміздің жеріміз қорғауға әрдайым дайынбыз. Және де әр азаматтың бұл борышы деп ойлаймыз. Отан үшін отқа күйген, отқа түссең күймейсің дейді ғой. Әрқашан да дайын әскерлер отан қорғауға. Негізі ер адамның парызы ғой отан қорғау деген. Өжет елдің жігіттері өр кеудесін бастырмайды. Еліміздің жел жақтағы панасы, ық жақтағы саясы боламыз дейді. Салтанатты жиынға қатысқан ер азаматтар. Ел басына күн туғанда елін қорғауға әрқашан дайын отан қорғаушылардың бары қуантады. Бүгінгі мерекелік шара аясындағы әнде, күйде осы азаматтарға арналып отыр. Мәдениет үйінде жиналған бір топ қауым алдымен патриоттық қойылымды тамашалады. Әсерлі қойылымнан соң сахнаға салтанатты түрде мемлекеттік ту кіргізіліп, әнұран орындалды. Биыл Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылғанына 30 жыл. Осы уақыттан бері 7 мамыр отан қорғаушылар күнін тойлап келеміз. Бұл еліміздің қорғаныс қабілетінің жетілгендігін дәлелдейтін мереке. Ел тыныштығын сақтап жүрген ер азаматтарды қала әкімі мерекемен құттықтап, бір қатар әскери ардагерлер мен қызметкерлерді алғыс хатпен марапаттады. Мерейі үстем болғандардың қатарында еліміздің қарулы күштерінің ардагерлері кеңесі төрағасының орынбасары Рейнбай Қалмұратов та бар. Қарулы күштер құрылған кезінде мен өзім лейтенант шенінде болғам, осы қарулы күштердің тұғырында тұрдым деп айтуға болады. Қазіргі таңда осы 30 жыл әскери қызмет атқарған кезде қарулы күштеріміздің қатарында қызмет атқарғаныма және әлдем осы зейнетке шықсам да атқарып келеткен өте қуаныштымын. Осы келе жатқан қарулы күштеріміз 30 жылдығын өзімнің әріптестеріме, қарулы күштер әскерлеріне құттықтау айтқым келеді. Осы мейрамымыз құтты болсын, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Біздің жақ қана өтіп жатқан оқу жаттығуларымыз тек қана бейбіт өмірге болсын. Ешқашан соғыс болмасын. Еңбек ардагерлері нағыз отан қорғаушының бойында қайрат, жігер, еңбек сүйгіштік қасиеті болу керек деп есептейді. Отан сүйгіш адам болу керек. Бірінші, еңбек сүйгіш адам болу керек. Еңбек сүйген адам, отан сүйген адам, ол мемлекетте ұмытпайды. Бұл күні сахнадан шырқалған әскери патриоттық әндер ел айбыны ерлеріміздің құрметіне арналды. Әскери әндердің тасымен орындаған әншілер көрерменнің қошеметіне ие болды.
7 мамыр ерлік пен өрліктің, ел сүйгіштік пен патриоттықтың хас үлгісін танытатын күн. Қазақстан қарулы күштерінің айбыны мен айбаты, қаһары мен қайраты асқақтайтын күн. 30 жылдық тарихы бар Қазақстан Республикасының қарулы күштері уақыт санап, ұлттық әскери құрамы жаңарып келеді. Жауынгерлік даярлықтың жоғары қарқынмен дамып, оның күш қуаты бір шаманы ғаюда. 200 мыңнан астам әскери қызметші еліміздің территориялық бүтіндігі мен аймақтың тыныштығын күзетіп, күні-түні еңбек етуде. Олай болса, ұлы даламыздың шебі бүтін, шекарасы берік болғай. Заман талабына сай, әскеріміз жылдан жылға нығайып келеді. 30 жыл бұрын құрылған Қазақстанның қарулы күштері бүгінде еліміздің еңсесін тіктеді. Осындай айтулы мереке қарсаңында ауыл демократиялық партия мүшелері Абай саябағында болып, майданда қаза тапқан ардагерлерімізге құрмет көрсетті. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мемлекетіміздің алдында өте үлкен өзгерістер күтті. Саяси, экономикалық, әлеуметтік, конституциялық реформалар жүргізілейін деп жатыр. Референдум болайын деп жатыр. Оның бәрі не үшін? Оның бәрі біздің халқымыздың, мемлекетіміздің болашағы үшін болайын деп жатыр. Кеше президент салтанат сарайда айтып өткендей, Қасым-Жомарт Кемелұлы ол экономикалық дамуды да, әлеуметтік дамуды да, әлеуетті арттыруды да жасау үшін, соған қол жеткізу үшін бейбітшілік керек. Ынтымақ керек, халқымыздың бірлігі керек. Сондықтан осы мынау бүгінгі ертеңгі болатын осы мерекелердің барлығын біз осы халқымыз үшін, жастарымыз үшін әсіресе осы елімізде ең қымбат нәрсе бейбітшілік екендігін тағы да бір түсінуіміз үшін өткізуіміз керек қой деп ойлаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Қос мереке елімізге тек қана жақсылық, ынтымақ, бірлік әкелсін дегім келді. Бүгінде Қазақстан әскерінің ерік жігері мықты. 30 жыл ұзақ уақыт болмаса да айбынды армия құрылды. Қару-жарақ пен техникалар жаңартылып, сала серпін алды. Бізде өз тарапымыздан әскеріміз жасай берсін дегіміз келеді. Еліміз тыныш болсын.